Барлықтарыңызға ассалаумағалейкум құрметті достар. Бүгін біз автосындағы тест талдауларды жалғастыратын боламыз. Бұл біздің 67-ші видеомыз тест талдау бойынша. Егер де осының алдында 66 видеоны көрмегендер болса, біз YouTube арнаға салып қойдық. Соларды міндетті түрде қарап шығыңыздар, құрметті достар. Бізде көптен бері видеолар шықпай кетті тест талдау бойынша. Оның өзінің себептері бар. Мен өзім студент болғасын үлгермей жатырмын. Екі жақта бірге алып жүру өте қиын түсті. Уже видео шықпағанына бір аптадай уақыт болып қалды. Асыға күткен шығарсыздар, Бүгін біз тест талдауды жалғастыратын боламыз, құрметті достар. Ал ендеше бастаймыз. Берілген жағдайда ақ түсті автокөлік жүргізушісі дейді. Анимацияның басынан қосайын. Әрине қара түсті автокөлікке жол береді, мұны білетін шығарсыздар. Менің барлық видеоларымды қарап шыққан оқырмандарым. Өйткені анда жол беріңіз белгісі орнатылған. Есінен танған зардап шегушінің тыныс жолдарын ашу үшін қандай тәсіл ұсынылады дейді. Маңдай иек. Дұрыс жауап. Скрин жасап алыңыздар. Осы жағдайда жүргізуші бұрылуды орындауы мүмкін бе? Иә, мүмкін. Бұндай тар болған жағдайда не обязательно былай бұрылуға, кесіп өте беруге болады, өйткені анда үзік-үзік сызық орнатылған. 4. Бұл жағдайда жеңіл автокөлік жүргізушісі дейді. Белгінің алдында тоқтап, пойыз өткеннен кейін жүруді жалғастырады. Жақындап қалған пойыздың локомотивтің жоқ екендігін көз жеткізеді де теміржол өтпелін аялдамай кесіп өтеді дейді. Опа, стоп қалды, Сөзден стоп қалды. Әрине аялдап өткені стоп белгісі орнатылған. Белгінің алдында тоқтап, жақындап қалған пойыздың локомотивтің дрезинаның жоқ екеніне көз жеткізгеннен кейін ғана жүруді жалғастырады. Әрине С варианты бізде дұрыс. В вариантында бізде сөзден стоп қалды. Аялдамай дейді. Бұл өте элементарны. Түсінген шығарсыздар. 5. Осы белгінің қолданылу аймағында басып озу кезінде жүргізушіге ескерту сигналдарын қайсысын қолдануға тыйым салынады. Бұндай жағдайда бізде дыбыс сигналы. Елді мекеннің басы, жол белгісі қозғалысы басталғанда тыйым салынады. Қолданылу аймағында деген ой. Қай белгілер айдың тақ күндері тоқтап тұруға тыйым салады? Айдың тақ күндері дейді. Так, бірінші вариантта бізде тыйым салынады, оны білесіздер. Бұл белгі жоқ болсын, тақ болсын тыйым сала береді. Енді бізді тақты сұрап жатыр. Тақ күндері 2, бір саны ол тағы, 2 ол бізде жоқ. Үшінші белгіде 2 тұр, 2 сызық. Ол жоқ күндеріне тыйым салынады. 1 мен 2 дұрыс жауап. Келесі сұрақ. Жеңіл автокөлік жүргізушісіне берілген траектория мен тротуарларға жолаушыларды шығару үшін жақындап келуге дейді. Бұл енді элементарный, құрметті достар. Мына сплошной линияны мына кесіп өтуге бола ма дейді. Әрине тыйым салынады. Бұл жағдайда жол қозғалысына қатысушылардың қайсысы ереже бұзушы болып табылады? Мопед ережені бұзып жатыр, жаяу жүргінші тоже бұзып жатыр. Өйткені ана жақта қызыл жанып тұр бағдаршамда. Бізде не шығып кетті мына жаққа. Және велосипед жүргізушісі ережені бұзып жатыр. Барлығы. Мүгедектердің көлік құралдарының аялдауы немесе тоқтап тұру үшін бөлінген жерлерде көлік құралдарының аялдауы немесе тоқтап тұру ережесін бұзу әкеп соқтырады. 10, 20, 50 мөлшерінде. Так, 20 деп ойладым, бірақ мен қате жауап екен. 10. Елді мекенде 60 км/сағат жоғары жылдамдықпен қозғалысқа рұқсат етіледі дейді. Төменде көрсетілген екі жағдайда тыйым салынған, тек басып озу кезінде 60 км жоғары жылдамдықпен жүруге рұқсат беретін жол белгілері болған жағдай. Әрине, жол белгілеріне ғана бағынамыз, рұқсат береді. Күндізгі жүру жарықтары бұл
күндізгі жүру жарықтары. Тәуліктің жарық уақытында жүріп келе жатқан көлік құралының артында көрінуін жақсартуға арналған сыртқы жарық беру аспаптары дейді. Тәуліктің жарық уақытында жүріп келе жатқан көлік құралының алдынан көрінуін жақсартуға арналған сыртқы жарық беру аспаптары. Тәуліктің қараңғы уақытында жүріп келе жатқан көлік құралының алдынан көрінуін жақсартуға арналған сыртқы жарық беру аспаптары. Алдынан көрінуін жақсартуға арналған сыртқы жарық беру. Әрине, алдынан сияқты, дұрыс жауап. Өйткені бізге арты керек емес. Бұл енді ойландырып қойды, құрметті достар. Көбісі барлығын оқып шықты, мына варианттарын миларыңыз ашып кеткен шығар, но не оқып жатыр деп. Мен бұл жерде мақсатым дұрыс жауап беру және жақсы балл жинау осы видеода. 12. Бұл жағдайда жеңіл автокөлік жүргізушісі жаяу жүргіншіге жол беруге міндетті ме? Әрине, міндетті. Оны айтпасам да білесіздер ғой. 13. Бұл жағдайда жеңіл автокөлік жүргізушісіне басып озуға рұқсат етіледі ме? Тыйым салынады, рұқсат етіледі. Егер басып озу қиылысқа дейін аяқталмаса, тыйым салынады. Рұқсат етіледі бұл жағдайда. Өйткені мыналар басты жолда. Қара қою сызықпен кім өтіп бара жатыр? Сол басты жолда. Бұл жағдайда жүк көлігімен жеңіл автокөлік басты жолмен жүріп келе жатыр. Анаған басып озуға беруге болады. 14. Аталған көлік құралдарының қайсысына тақтайшада көрсетілген тәсілмен тоқтап тұруға рұқсат етіледі? Бәріне мотоциклдерге, тек жеңіл автокөлік және мотоцикл. Жеңіл автокөліктермен рұқсат етілген ең көп массасы 3,5 тоннаға дейін жүк автокөліктеріне дейді. Бұл жағдайда мотоцикл мен жеңіл автокөлікке ғана рұқсат етіледі. Бүйірлік тіркемесі жоқ. Мотоциклді сөретуге рұқсат етілмеді. Бүйірлік тіркемесі болмаған жағдайда тыйым салынған сөретуге. 16. Қандай бағыттар бойынша сол жақ жолақпен жүруді жалғастыруға болады? Егер рұқсат етілген ең жоғары салмағы 3,5 тонна немесе одан аз көлік құралын жүргізгенде дейді. Так, қазір. Не болып жатыр? Так. 3,5 тонна немесе одан аз көлік құралымен жүргізгенде дейді. 3,5 тонна немесе одан аз. Тура оңға, жоқ, мына жолақпен жүріп келе жатыр ғой. Тура жүре алады. Солға болмайды, кері бұрылуға болады. Түзу солға және кері бақта, тек түзу, тікелей және оңға. Так, сол жақ жолақпен жүру жалғастыруға болады. Құрметті достар, мен белгілеймін. Тек түзу. Ай, қате жауап. Енді есіме түсіп жатыр ғой. Бұл жерде сұрап тұрғаны 3,5 тонна немесе. Егер 3,5 тоннадан асатын болса, мына белгі тұрған, мышканың есіме көрсетеді. Ол 3,5 тоннадан асатындар көрсетілген. Тікелей және оңға ғана жүре алады. 3,5 тоннадан асатын. Ал 3,5 тонна немесе одан аз көлік құралдарымен түзу солға және кері бақта. Ол сол жақ жолақпен. Ал егер оң жақ жолақпен жүріп келе жатса, түзу және оңға жүруіне рұқсат етіледі. Қате жауап. Жеңіл автокөлікке қандай бағыттарда қозғалысын жалғастыруға рұқсат? Түзу және солға кері бақта. 18. Егер автомобиль сізден кейін өте жақын арақашықтықта жүріп келе жатса, сізге
сізден кейін өте жақын арақашықтықта жүріп келе жатса, дыбыс сигнал беріп артқы көрініс айнасына жиі қарау, тежегіш басқышына бірнеше рет басып осыны, сізден кейін келе жатқан автокөлік жүргізушісі сізді басып өту үшін жылдамдықты бір қалыпта азайту ұсынады. Әрине, С варианты, жайлап азайтамыз, чтобы ол озып кетсін, асығып бара жатыр өйткені. Автомобильді жүргізген кезде не болып жатқанын қадағалау қажет дейді. Маңында деген қалай кетті, дұрыс жоқ. Жан жағында деу керек қой, маңында деген қалай ол? Орысшасына қойыңызшы. Вокруг вашего автомобиля. Айналасында деп қою керек қой. Ағылшынша көрейін. Around your car. Ағылшын тілі де бар, құрметті достар. Ағылшын тілімен тапсыратын адамдар бар ма екен? IELTS-тан 8 алып жүрген. 20. Үлкен емес жараны қалай дұрыс өңдеу қажет дейді. Үлкен емес дейді. Сумен жуу, бөгде заттарды алып тастау, жараның бетін йод таңбасымен тазалау. Ептеп жараны сабынмен жуыңыз, жараны таңғышпен байлаңыз, немесе жастықшасы бар лейкопластыр жабыстырыңыз. Жараны жуу, спирт, жоқ, спирт деген қолданбайсыз уже. Жара болған жағдайда. Спирт жауы дұрыс болып шықса, ладно, В варианттан кетші. Дұрыс жауап. Түйсігім маған қате жауап берген жоқ. Көрсетілген разработчиктер қателік жіберген әріптен көрсетілген көлік қандай көлік құралдарының санатына жатады. Бұл бізде не болып кетті? А1. А деген қандай санат, құрметті достар? А деген санатты кім біледі? Давайте комментария жазып кетіңіз. А1, А. 22. Осы жол белгілерімен белгіленген жерде тұрақ рұқсат етіледі ме дейді. Бұл жағдайда сенбі және жексенбі мереке күндері ғана рұқсат етіледі. Тұруға. Жеңіл автокөлік жүргізушісі солға бұрылу кезінде міндетті. Бірінші, жүк көлігін жол беруге. Өйткені бұл жағдайда бұлай жүзеге асатын болады. Кім жақын, бұлай сөздер оқымай-ақ қойыңыздар. Мен сіздерге бұлай-ақ түсіндірем жеңіл тілмен. Короче, барлық екі көлік солға бұрылайын тұр ғана, ақ автокөлік солға, анау оңға бұрылайын тұр. Қайсына жақын болып тұрады, ешқандай жол белгілері болмаған жағдайда осылай бағынады. Кімге жақын бұрылатын жері? Барлығы бұрылғысы келіп тұр ғой сол жерге, бір жерге. Кімге жақын болады, сол бірінші бұрылады. Қалған көліктер одан кейін бұрыла береді жайлап. При повороте налево или развороте по разрешающему сигналу светофора водитель безрельсового транспортного средства уступает дорогу транспортным средствам, движущимся со встречного направления прямо или направо. Так, слушай, давай. Көрсетілген белгілердің қайсысын орнатқан кезде артқы жүріспен жүруге тыйым салынады. Артқы жүріспен қайсына? Әрине автомагистрал бойынша, түгелмен автомагистрал бойынша тыйым салынатын болады. Д варианты бізде дұрыс. 25. Қандай көлік құралдарына қызғылт сары түсті жарқылдау маягі қондырылады? Бірі жатады. Нағыл деп жүрген 1 және 3 дейді. Әрине, В варианты бізде күзет қызметшілері жол құрылыс жөндеу жұмыстарын орындаушыларда сары түсті жарқылдау маягі орнатылады. Бұл жағдайда велосипед жүргізушісі автокөлікке жол беру керек. 27. Мотоциклдарға тіркеп сүруге рұқсат етіледі ме? Бұл жағдайда рұқсат етіледі. Өйткені екі мотоциклде бүйрік тіркемесі бар, яғни 3 доңғалақ. Бүйрік тіркемесі болса ғана рұқсат етіледі. Типа машина болып саналып кетеді да ондай жағдайда. Равновесие ұстайды. Анауда бір шайқалып кетсе құлап кетуі мүмкін. Сондықтан техника безопасности деген бар. Бүйрік тіркемесі бар мотоциклдарға ғана рұқсат етіледі. В варианты бізде дұрыс. 28. Қай белгілері айдың жұп күндері тоқтап тұруға тыйым салынады?
тыйым салады. Жұп күндері, мана бізде тақ күндері деді, но енді жұп күндері. Бір жатады, оны білесіздер, тоқтап тұруға тыйым салады. Және бізде жұп деп тұр, сондықтан үші, екі сызық, ол екі саны бізде жұп болып саналады. Бір және үшінші белгілер бізде дұрыс. Жиырма тоғыз. Қызыл автокөлік жүргізушісі қиылыстан өтер кезде жол береді. Тек трамвайға, сосын барып жүк көлігі өтетін болады. Үшінші. Отыз. Қызметтік тапсырманы орындау кезінде жанып тұрған қызғылт сары немесе сары жарқылдау маягы жанып тұрған автокөлік жүргізушісі жол белгілерін талабына ауытқуы мүмкін бе? Мүмкін. Машина білет жарсы, ақша таситын машина ғой. Типа анда нелерден ақша алады. Соны апарат басқа жаққа. Мына интернет желісі неге қатпай жатыр деп ойлап отырмын. Жаңа қатып кетті бізде. А1 қосымша санатына жататын көлік құралының жүргізушісіне тротуарлар бойынша қозғалуға рұқсат етіледі ме? Мопедтерді көріп жүрсіздер, қаладан бәрібір қозғала береді адам жүретін жолмен. Бар ғой ондай. Тыйым салынады бізде әрине. Ата заңымызда бұзу болып табылады. Осы жол белгісі жүргізушісіне не туралы хабарландырады? Бұл бізде аялдауға тыйым салынады белгісі. Келесі 33. Ол тақтайша өзімен бірге орнатылған белгінің қандай көліктерге қатысты екенін айқындайды. Жеңіл автомобильдер үшін, сондай рұқсат етілген заман үшін тоннадан аспайтын жүк көліктері үшін. Әрине, С варианты, дұрыс. Келесі 34. Қай белгі қауіпті бұрылыс деп аталады? Қауіпті бұрылыс. Үшінші, Д варианты. Қауіпті бұрылыстар ол бізде соңғы белгет, көре алмай қалдыңыздар. 35. Тәуліктің қараңғы уақытында және бұлтты ауа райында қарама-қарсы автомобильдің жылдамдығы шын мәнісінде қарағанда аз болып қабылданады. Бұлтты ауа райларында. Скрин жасап алыңыздар. 36. Егер жүргізуші қиылыстар арқылы өтудің басымдылығына иелік ететін көлік құралына жол бермеу мына мөлшерде айыппұл салуға кеп соқтырады. 15, 10, 22. 15 деп көрейікші. Дұрыс жауап бізде. 37. Автомагистралдар бойынша велосипедтер, мопедтерге жүруге рұқсат етіледі ме? Автомагистралдар бойынша мопедтерге, жаяу жүргіншілерге, велосипедшілерге тыйым салынады жүруге. Өйткені өте қауіпті. Мен автомагистрал деген видеомды қарап шығыңыздар. Сонда түсінетін боласыздар автомагистрал жайлы толық ақпаратты. Бұл жағдайда жеңіл автокөлік жүргізушісіне аялдауға рұқсат етілген бе дейді. Рұқсат етілген, егер ол көлік құралдарының қозғалуына кедергі тудырса тыйым салынған. В варианты бізде дұрыс. Ең самый главный, машина айдағанда ешкімге зияныңызды тигізбеуіңіз қажет. Өзіңізге және басқа адамдарға да. 39. Тұтас сары таңбалау сызығы нені білдіреді? Бұл бізде мана айтып кеттім, аялдауға тыйым салынған орынды білдіреді. Маршруттық көлік құралдарының аялдайтын орны деген қате кетеді. Білесіздер, маршруттар осындай сары сызыққа тоқтайды. Аялдауға тыйым салынған. 40. Көлік легінде жүру кезінде сізге қандай көлік құралдарының жүргізушілеріне сақтану қажет? Көлік құралы тану белгісін белгілеген автомобильдердің, салмағы ауыр ірі габаритті қауіпті жүктер тасымалдайтын көлік құралдарынан, балаларды тасымал тану белгісі бар көлік құралдарынан, сыртқы артқы көрініс айналары жоқ дейді. Мәз саған. Барлық аталған көлік құралдары сияқты. Дұрыс жауап. Не істеп жазып тағын. Оқитындар бар ма екен? Давайте оқып алыңыздар. Өте ұзақ. Ал құрметті достар, біз 38-де 40 жинадық. Тағы да тест алдайық. Ешқандай асықпаңыздар, шықпаңыздар видеодан. Тест алдауымызды әрі қарай жалғастыратын боламыз, құрметті достар.
Ал жалғастырайық. Тіркелетін механикалық көлікте тежегіш жүйесі мен руль басқаруында ақаулы болса, мұзды жағдайда сүйретуге рұқсат етіледі ме дейді. Тежегіш жүйесі мен руль басқаруында ақаулы болса дейді. Руль басқаруында ақаулы болса, аспалы түрде немесе жартылай теу әдісімен жүруге рұқсат. Мен ойымша тыйым салынған, құрметті достар. Так. Жартылай теу әдісімен жүруге рұқсат. Қате жауап. Жүргізуші алдында келе жатқан көлік құралына дейін қандай арақашықтықты сақтауы тиіс? Кенет тежелу жағдайында соқтығыстықты болдырмау мүмкіндік беретін. Жүргізушілердің қайсысына тіке жүруді жалғастыруға рұқсат етіледі? Екеуіне де рұқсат етілген. Автомобильдер қозғалысы белгісі өткен барлық автомобиль. 4. Жараланған жерде жаралғыш дене болған кезде қандай әрекет жасауға болады? Жараны емдеумен затты және тез жұлып алу, антисептикалық таңғыш жағыңыз дейді. Варианты Ой, варианты басылып кетті, құрметті достар, білмеймін. Жауап қате, дұрыс жауап. Жаралған затты жараның ішіне қалдырыңыз, бекітіңіз, оның айналасына таңғыш салыңыз, ішіне қалдырамыз, короче. 5. Берілген белгі орнатылған жолдарда жүргізу үйренуге дейді. Дұрыс жауап бізде С варианты. Қазақстан Республикасы үкіметімен бекітілген тәртіпте құзыретті органмен кесілген маршрутқа қосылған учаскеде ғана рұқсат етіледі. 6. Елді мекенде ашылмалы көпір жол белгісі қандай арақашықтықта орнатылады? Бірден бір артындағы үйлердің дизайны маған көзіме түсті бар ма? Европейский стилде. Елді мекенде дейді. Ол енді қарапайым 50-100 метр. Елді мекеннен тыс қанша болады? 150-300 метр. 7. Берілген белгінің астында орнатылған тақтайша нені білдіреді? Белгі тек жексенбі, сенбі және демалыс күндері қолданылады. Жауап дұрыс. Келесі сұраққа өтеміз. 8. Егер жаяу жүргіншілер өткеннен кейін кептеліс пайда болса, жүргізушінің тиісті әрекеті. Кептеліс пайда болған жағдайда біз мына сызықтан аспаймыз, тоқтаусыздығынан. Бірінші біз дұрыс бес жауаптарын тауып алайық. Жаяу жүргінші өткенде аялдайды. Жоқ, болмайды жаяу жүргіншілер. Тура жаяу жүргінші өткеннің алдында да аялдайды. Жаяу жүргінші өткеннің алдында 10 метр қашықтықта аялдайды. Тура жаяу жүргіншілер өткеннің алдында аялдайды. Ешқандай метр деген жоқ. Самое главное, біз адамдарға жүруіне қолайлық жасауымыз керек. 9. Көрсетілген траекториялардың қайсысы бойынша жеңіл автокөлік жол қозғалысын жалғастыруға рұқсат етіледі? А-да бізде көріп отырғандарыңыздай мына бір көрінбей қалған. А дегеніміз асфальтта тұрған, ол бізде автобустар жүретін, бағдарлық көлік құралдары. Сондықтан біз Б-мен жүреміз, құрметті достар. Автобустардың жолмен болмайды жүруге. Келесі 10. Қызыл автокөлік жүргізушісі қиылыстан өту кезінде жол береді. Қызыл автокөлік жүргізушісі. Трамвай жүреді, жасыл автокөлік. Так, жасыл автокөлікке де трамвайға да жол береді. Қате жауап. Оқып шығайын қайттан. Қиылыстағы бас жол бағытын өзгерткен жағдайда бас жолмен жүретін жүргізушілер тең маңызды жолдардың қиылысын жүріп өту ережелерін өзара басшылыққа алады. Екінші дәрежелі жолдар бойынша қозғалушы жүргізушілер де осы ережені басшылыққа алады. Мен ойладым, трамвай басымдығы бар бұл жағдайда. Мына белгіге бағынбай.
сөйтсем тек қана жасыл автокөлікке ғана жол береді екен. 11. Көлік құралын жүргізуді алкогольден, есірткіден және немесе ұлтқұмарлықтан масан күйдегі адамдарға беру кезінде мыналарға келіп соқтырады. Егер де полиция қызметкеріне ұсталып қалған жағдайда 7 жыл мерзімге көлік құралын басқару құқығынан айыру және 15 тәулікке қамауға алу. Осы жол белгісі нені білдіреді? Бұл бізде жасанды бұдырлық орнатылған жолдың учаскесі. Ержайшы полицейский дейді, бұны бізде. 13. Белгіген белгінің астына орнатылған тақтайша көрсетеді. Бұл бізде тоқтап тұру орны, мүгедек таным белгісі бар. Жоғары жылдамдықпен жүрген кезде сізге руль дөңгелегін дейді. Бір қалыпты басқару ұсынылады, өйткені дөңгелекте шамалы бір жүру траекториясын қатты өзгертуі мүмкін. А варианты бізде дұрыс, бір қалыпты ғой, басқару. Всегда ғой. Мотоциклдің жүргізушісіне көрсетілген жерде кері бұрылуды жасауға рұқсат етіледі ме? Әрине, рұқсат етіледі. В данной ситуации водитель мотоцикла совершает разворот там, где пунктирные линии разметки, поэтому разворот разрешен. Робот мырза өте дұрыс әңгіме айтып кетті. 16. Қызыл көлік жүргізушісіне көрсетілген жерде аялдауға рұқсат етіледі ме? Әрине, рұқсат етіледі. Ешқандай тыйым салу белгісі орнатылмаған және басқа көлік құралдарына жүруіне қолайлық бар. Рұқсат етілген ең жоғары салмағы 3,5 тоннаға дейін жүк көліктері үшін айдың жүк күндеріне тек белгінің алдында қандай белгілермен тоқтап тұруға тыйым салынады дейді. Жауап дұрыс. Табличка в виде силуэта легкового автомобиля распространяется только для легковых автомобилей. А вы знаете, что у нас в правилах автомобиль с разрешенной максимальной массой до 3,5 тонн будет считаться легковым. Иә, құрметті достар, робот мырза тағы да дұрыс әңгіме айтып кетті. 3,5 тоннаға дейінгі жүк көліктері ол бізде жеңіл автокөлік болып табылатын болады. Қарапайым жеңіл автокөлігі Кобальт сияқты, Камри сияқты болып саналып кетеді. 3,5 тоннаға дейінгі жүк көліктер үшін. Келесі сұрақ. Құрметті достар, мен көп сөйлемей қалуым мүмкін, өйткені бұл видеоны мен өте кеш түсіріп отырмын. Сондықтан еңбекті бағалап, давайте барлығымыз лайк басайық, осы видеоға қолдау көрсетіп кетейік максималды түрде. Таратайық WhatsApp группаларға. Жүргізушінің сол жаққа созылған сол қолы не туралы хабарландырады. Ол бізде солға бұрылу немесе кері бұрылуды орындау ойы туралы, ойы туралы. С варианты дұрыс бізде. Бізде өтпей жатыр. Интернет желісі қатып жатыр. Сол баяғы. 19. Мына иттің аузын жабу керек еді. Қайта үйреді ғой. Естіліп отқан шығар сіздерге. 19. Осы жағдайда ақ автокөлік жүргізушісіне елді мекенде жолаушыны отырғызуды жүзеге асыруға рұқсат етіледі ме? Әрине, рұқсат етіледі. Осы жол белгісі білдіреді дейді. Бұл бізде алғашқы медициналық жәрдем көрсету орны белгісі. Жүруге кедергі бұл дейді. Осы жолақ бойымен жүруді жалғастыруға мүмкіндік бермейтін жүру жолағында қозғалмайтын объект. Кептеліс немесе осы жүру жолағының қағидаларын талаптарына сәйкес тоқтаған көлік құралдары. Аталғанның барлығы аталғандарын осылайды. Бізде қате жауап, құрметті достар. Мен осы жерден тест талдауды аяқтағым келіп тұр. Мынау уже қатешка. Қате. Бірақ мен біз до конца талдайық сіздер үшін. Менің жіберген қателіктерімді жаттап отырыңыздар. Өздеріңізге сабақ ретінде или қалай болады. Жазып отырыңыздар немесе скрин жасап отырыңыздар. Дұрыс жауап бізде осы жолақ бойымен жүруді жалғастыруға мүмкіндік бермейтін жүру жолағындағы қозғалмайтын объект. 22.
Автокөлікті елді мекеннен тыс жерде жүргізу кезінде жол белгісінде көрсетілген жылдамдықты 15 км/сағаттан асырып жіберуге болады ма? Рұқсат берілген, құрметті достар. Мынандай белгіде ұсынылатын жылдамдық жол белгісі жүргізушілердің белгіден көрсетілген жылдамдықпен жүруге міндеттемейді дейді. Указанный дорожный знак 5.18, рекомендуемая скорость, не обязывает водителей двигаться со скоростью, указанной на знаке. Робот мырза қолын көтеріп қойып, тағы да дұрыс әңгіме айтып кетті. Четко тыңдап алыңыздар робот мырзаның айтқан сөздерін. 23. Көрсетілген бағыттардың қайсысымен жеңіл автокөлік жүргізушісінің жүруіне рұқсат етіледі дейді. Тура оңға жүре алады, тек қана. В және Г, құрметті достар. Мына белгі бізде тура қозғалыс белгісі оңға бұрылуға тыйым салмайды. Тек қана тура және оңға жүре алады. Солға кері бұрылуға тыйым салынып кетеді. Предписывающие знаки. Действие знака 4.1.1 «Движение прямо», установленного в начале участка дороги, распространяется до ближайшего перекрестка. Знак не запрещает поворот направо на прилегающие территории. 24. Билік тіркемесі бар мотоциклді сүйретуге рұқсат па? Билік тіркемесі болса, смело сүйрей беруге болады. А варианты дұрыс. 25. Егер жүргізуші қозғалыс кері бұрылу немесе аялдау алдында белгі бермесе, мына мөлшерде айыппұл әкеп соқтырады. 5, 10, 7 айлық мөлшерінде. Дұрыс жауап бізде 5 ай. Мынақты бізде загрузка болып қалды. Мына интернет желісін шақ қосын, құрметті достар. Ұзақ күткенсің ғой. Сіздерге тез болуы мүмкін, бірақ мен ұзақ күттім. Ал жалғастырамыз. 26. Бағдаршамның сары дөңгелек сигналы нені білдіреді? Ол бізде егер жасыл сигналын тура сары сигнал қосылар алдында жабдықтау болса, қозғалысқа тыйым салады дейді. Қозғалыс тыйым салады, рұқсат береді дейді. Дұрыс жауап С варианты. С варианты түсіндіргендей болды бізге дұрыс жауапты. Шалыңқырап тұрған қазақ тілі сияқты. Осы жол белгісі не туралы хабарландырады? Ұзақ тұраққа арналған орынға дейін 800 метр белгісі. 28. Көрсетілген жағдайда көк автокөлік жүргізушісі қозғалысты жалғастырады. Мына жақта көріп тұрсыздар, солға және кері бұрылуға тыйым салып тұр. Тек қана тура ғана жүре алады бұл көлік жүргізушісі. 29. Күндізгі уақытта елді мекеннен тыс жерде жүріп озып бара жатқан көлік жүргізушісінің назарына аударуға болады. Тек дыбыстық сигнал беру арқылы фарларды аз сәуледен үлкен сәулеге қысқа уақытқа ауыстыру арқылы ғана, оны түсінген шығарсыздар, көрсеткен сигналдарын бірге беру арқылы ғана көрсеткен әдістердің кез келгені, құрметті достар, жарай береді ғой. 30. Қай жол белгілерінде басты жол бейнеленген? 2 және 3 басты жол белгісі. Варианты дұрыс бізде. 31. Естен танудың негізгі белгілері. А вариант дұрыс. Құлақтағы шумен қатар бас айналу, әлсіздік көз алдына қараңғылану, аз уақытқа есінен тану, 10 секундқа дейін науқастың құлауы дейді. 32. Көк автокөліктің маневрі ереже бұзу болып табылады ма? Жоқ, әрине, рұқсат етіледі. Болып табылмайды. 33. Бас бұзуға тыйым салынады. Жаяу жүргіншілер мен жаяу жүргінші өткелдерінде. 34. Тақтайшада көрсетілген әдіспен тұраққа қоюға болады. Жауап қате. Тек жеңіл автокөліктер мен мотоциклдерге қана болады, құрметті достар. Осы парковкада. 35. Автокөлік жүргізушісі трамвайға жол беруге міндетті. Міндетті трамвайдың басында болар, өйткені трамвай кесіп өтіп жатыр. Жаяу жүргінші өтетін жолда.
рельсі. Қандай жол белгілері көлік қозғалысына уақытша жабылған жол учаскесін айналып өту уақыты туралы хабарлайды? Қате жауап 4, 5, 6 емес, 3-ші сурет. Мен басқа сұрақпен шатастырып алдым, құрметті достар. Қате жауап бізде. Мына белгі дұрыс екен. Давайте скрин жасап алыңыздар осы сұрақты. Өте кеш түсіріп отырғасын, қатты ойланып отырған жоқпын, құрметті достар. Мені түсінесіздер деген ойдамын. Давайте қолдау көрсетіп кетіңіздерші комментарияға. Мен барынша күндіз түсіретін боламын видеороликтерді. Баяу жүретін немесе ірі көлемді көлік құралын елді мекендерін дұрыс басқаратын жүргізуші осы көлікті басып озу қиын болған жағдайда. Все варианты дұрыс, Так как он едет слишком медленно, тем более за городом, он должен остановиться на обочине и пропустить все транспортные средства. Бүйірден соғатын қатты желдің әсер етуі сіздің автомобиліңізге анағұрлым қауіпті дейді. Мә осындай сұрақтар қадап кете береді. Ашық участка бойынша жүру кезінде, жабық учаскеден ашық учаскеге шығу кезінде қандай айырмашылығы бар? Давайте комментарияға жазып кетіңіздер, кім түсінді мына сұрақты. Ашық учаскеге шығу дейді. Қандай айырмашылығы бар? В общем, сразу неге ашық участка деп жаза салмаған дұрыс жауапты? Түсіндіріп кетіңіздерші, құрметті достар, комментария. Кім біледі мына сұрақты? 30. Жарқылдауық мая қосылған және арнайы дыбыстық сигналдары бар жедел жәрдем автокөлігі жақындаған кезде жаяу жүргіншілер жедел жәрдем автокөлігінен жол береді, бағдаршамға қарамай. Интернет желісі сол баяғы. Все, болды. Келесі сұраққа өтеміз. Қосып жіберейін. Так, давай. Транспортные средства с включенным проблесковым маячком синего и красного цвета и специальным звуковым сигналом могут отступать от требования светофора с условием безопасности движения, и пешеходы должны уступить дорогу. Сіз таяу жолда кешудің қандай амалын таңдайсыз дейді. Бұл жағдайда дұрыс жауап іліністі өшірмей, тежегіш басқышына қайта басу. Машинаны сөндірмеуіңіз керек. Құрметті достар, құлауымызға 2 ақпал жетпей қалыпты. Біз 33-те 40 жинадық. Көптен талдамағаннан қол шығып кетті деп айтып жатады. Ол рас. Уже ұмыта бастайсың, бұны ойлап жүрмейсің. Ойбай, мынандай бар, мынау бар деп. ПДД-ны ойлап жүрмейсің күнде. Басқа да шаруалар бар дегендей. Әркімде әртүрлі проблема, жағдай. Оны түсінесіздер деген ойдамын, құрметті достар. Біз формамызды жинап аламыз қайтадан, дұрыстап тапсыратын боламыз, жақсы балл жинайтын боламыз. Сіздерде тесттеріңізден өтіп провалуларыңызға көмектесетін боламын, құрметті достар. Вождение теория болсын, смело WhatsApp-қа жаза беріңіздер сұрақтар бойынша. Құрметті достар, естеріңізде болсын, бізде ПДД тест сұрақтары сатылымда болып жатыр. Мына сайтта бағасы осы сайттағы бағасынан қарағанда бізде арзанырақ болады, алсаңыздар. Таза оригинал, өйткені біз pdd.test.kz сайтымен арнайы серіктесіміз бұл сайт. Бізге жеңілдікпен береді, біз сіздерге соны акция бойынша беретін боламыз. Мына сайттан алғаннан қарағанда бізден алсаңыздар өте тиімді және ақшаларыңызды экономдайсыздар. Мен өзім қосымша ақпарат беретін боламын және сайтта алған жағдайда телеграмдағы сұрақтар сыйлыққа беріледі. Телеграмдағы сұрақтардың өздері де сатылымда болып жатыр. Егер де ақшаңызды экономдағыңыз келсе, телеграмдағы сұрақтар сайттан қарағанда арзанырақ болатын болады. Алам деушілер болса, комментарияда WhatsApp номер бекітілген, соған хабарласыңыздар. Және вождениеге көмегі бар, автодром приложениесі бар бізде. Сол да сыйлыққа беріледі. Автодром приложениесінде жеке сатып алсаңыздар болады. Бағасы өте арзан. Давайте комментарияда WhatsApp номер бекітілген, соған барлығымыз жазайық.
Ал құрметті достар, барлықтарыңызға рахмет видеоны соңына дейін көргендеріңіз үшін. Егер де тест сұрақтарын алам деушілер болса, комментарияда WhatsApp номері бар. Соған барлығымыз жазайық. Мына видеомыз бізде 40 минутқа созылған екен. Ал ендеше аяқтаймыз. Сау болыңыздар.